Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы кездері бұқаралық ақпарат беттеріне мүлде шыға бермейтін тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтап, былай деген болатын: Қымбатты қазақстандықтар, баршаңызды ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сан ғасырлық тарихы бар Наурыз мейрамы бүгінде ел бірлігінің, келісім мен тұрақтылықтың жарқын символына айналып отыр. Қазақ халқының ұлы мәдениеті мен бай салт дәстүрінен бастау алған мереке ізгілік пен ынтымақ, татулық пен сыйластық сынды мәңгілік құндылықтардың жаршысы саналады. Бүгінгі таңда әлемнің әр түкпірінде болып жатқан оқиғалар бұл мейрамның маңыздылығын одан әрі арттыра түскені сөзсіз. Ол бізге қоғамдағы келісімнің, көпұлтты еліміздегі тыныштық пен мамыражай өмірдің қадірін түсінуге көмектеседі. Тіршілікте түлеткен көктем мерекесі жанымызды шадыратып, отанымыздың игілігі жолында жаңа жетістіктерге жету үшін бойымызға күш-қуат пен сарқылмас жігер береді. Ұлыстың ұлы күнінде баршаңызға мықты денсаулық, бақ-береке тілеймін. Әз Наурыз шаңырақтарыңызға ырыс пен молшылық әкелсін, дейді Нұрсұлтан Әбішұлы. Дәл осы уақытқа дейін Нұрсұлтан Назарбаевтың Дубайға ұшып кеткендігі туралы ақпараттар жеткен болатын. Қалай ойлайсыз? Назарбаев неліктен, биліктен және бұқаралық ақпарат беттерінен алыстап жүр? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.